Мына біздің мұсылман бауырлар тағы бір үлкен кемшілігі, базардың фикхын білмейді. Базардың шариғатын білмейді. Базардың шариғатын білмеген адамға базарға жақындауға болмайды. Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху, базардың фикхын білмеген адам біздің базарымызға жақындамасын. Сауданың өзінің шариғаты бар. Сауда саттықтың өзінің бірнеше түрі бар. Қайсы жайыз, қайсы адал, қайсы арам, қайсы күмәнді деген нәрселер бар. Бұның барлығын ажырата алмайсыз, саудаға түсуге болмайды. Мен аса Оралда мына нәрсені көрдім. Менің бір бауырым бар. Бір машина сатып алайын деп отыр да. Машина сатып алған кезде ол 4,5 мыңға келісіп тұр иесімен. Басқа бір мұсылман бауырлар келіп, ана жерде сауданы бұзып тұр. Жүр кеттік, бізбен 4,700 беремін дейді. Мен аналарға түсіндіреме қойдым. Біз саудаласып жатырық, біз. Түсініп жатсаң, біз кетейік. Алмайым деп айтсаң, сондан кейін келіп аралас. Біз аукционда тұрған жоқпыз. Ұқсай сен. Анау білесің бізге не дейді? Кешке 6-та жайықтың жағасына келіп сөйлесеміз дейді. Мен сен денің сау ма? Сен аузында Алласы бар. Күнде 5 уақыт намазы бар. Пайғамбарым Мұхаммед деп жүрген адамсың ғой, сен не айтып жүрсің? Мен хадис айтып тұрсам айтады, Аллаху алям ондай хадис бар дейді. Айтам, көке, қой. Ұят болады, мен бұл машинаны алмай кетсем де ұят болады. Құрсын, мына нәрсені жасамашы. Жолдас балам отыр. Бізге не қалып отыр? Сен бізге кездесетін жер ұйымдастырып отыр. Кешке кел, кімді ертіп келсең, оны кел сөйлесеміз деп. Қойсай, біз сауда жасап тұрмыз. Біз бұған келісіп тұрмыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям dedi, сендердің араларынан біреу бауырының барып саудасының үстіне сауда жасамасын. Сендердің араларынан ешкім біреу қызға құда түсіп жатса, ол қыздың үстіне барып не қылмаңдар? Құда түспей барып үстіне. Бұл харам.